Саламатсыздар ма? Менің есімім Қуанбай Ерназар. Мен сіздерге қазір бойды ұзартқыш құрылыс жұмыстарын жылдамдатуға, оңайлатуға арналған строительный ходули деп аталатын инструмент таныстырғым келеді. Бұның әртүрлі биіктіктегі өлшемдері бар. Қазір сіздердің алдарыңызда бұл 50 сантиметрдегі биіктікте. Бұл 80 сантиметрге дейін көтеріледі тағы да. Бұдан ұзын тағы да неше түрлі өлшемдері бар. Бұл әр адамның аяғының түзулігіне байланысты мына жерлері ұзарып әртүрлі размерге келе береді, қисықтығына байланысты. Сосын бұл ұзарған сайын мына жеріндегі пружинасын қатайтып теңшеуге болады. Сосын табандағы резинка табаны бұл жерде тайып кетпеуге арналған, құлауынан сақтайды адамның. Сосын толықтай дерлік алюмин корпустан жасалған материал. Бұл өте берік және жеңіл келеді. Аяққа көп салмақ түспейді. Біреуінің салмағы 3 килограмм, екі жағы 6 килограмм болады. Бұл негізі құрылыс жұмыстарында көп қолданылады. Биікте істелетін жұмыстардың барлығында осы строительный ходули қолданылады. Бұған дейін адамдар козел қолданып келген, козел деп айтады. Ол козелдің кемшіліктері ары-бері тасып жүру ыңғайсыз. Және де бір орыннан екінші бір орынға жылжыту ол күш және уақыт алады.